амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Массасы 200 кг, ұзындығы 5 метр, бөрененің бір ұшына 3 метр қашыққа массасы 250 кг жүгеленген. Бөрененің екі ұшына тіреу қойылған, әр тіреуге әсер ететін қысым күшін табыңдар. Енді егер біздің бөренеміз тепе-теңдікте тұрса, оған әсер ететін барлық күш моменттері қосылса нөлге тең деген сөз. Біз алдымен А нүктесі үшін, тіреу нүктесі А нүктесі үшін жазайық күш моментін балалар. Онда М1 қосу М2 қосу М3 қосу М4 тең нөлге. Енді сұлбаға дұрыстап отырып қарайтын болсақ, балалар, мына F1 күштің күш моменті нөлге тең, өйткені D нөлге тең. Сондықтан біз енді оны қалай қайтадан жазамыз? Яғни М4 нөлге деп алайық. Өйткені D иіні жоқ, D нөлге тең. Енді қайтадан М1 қосу М2 қосу М3 тең нөлге. Бұл бізден екінші теңде болсын. Енді балалар, біз М3-ті F2 елде болайық. Сондықтан сағат тіліне бағыттас әсер ететін күш моменттері мен сағат тіліне қарама-қарсы әсер ететін күш моменттер қосылып нөлге тең болса, онда дене тепе-теңдікте болады. Яғни бізде екі күш бағыттас болып тұр, ал F1-міз оларға қарама-қарсы әсер етіп тұр. Сондықтан біз М3 минус М1 минус М2 тең нөл деп жазуымызға болады екен. Моменттер ережесі арқылы. Сонымен М3-міз М1 плюс М2 болды. М3-міз F2 иініміз ел болды. Иініміз өйткені А-дан В нүктесіне дейінгі тіреу нүктесі. Енді М1-міз М1Ж Д1 деп жазайық, қосу М2Ж Д2 деп жазайық. Енді сұлбадан қарайтын болсақ, бұлар Д1-ді сұлбадан қарайтын болсақ, бұлар Д1-міз біздің мына бөрененің ұзындығын жарысына тең. Сұлбадан өте жақсы көрініп тұр. Д2-ні қарайтын болсақ, бұлар Д2-міз жалпы ұзындықтан В алып тастағанға тең екен. Сонда Д2 сұлбадан өте жақсы көрініп тұр. Ел алынған В болды. Яғни 6 мен 7-ні 5-ке қоямыз. Сонымен F2 ел тең болады. Жыны жақсан сыртынан шығарып жіберейік. Сонда М1 ел бөлінген 2 қосу М2 ел минус В қалды. Біраз ортақ бөлімге келтіріп жіберейік. Қышамдап Ж бөлінген сонда 2 болады. Екінші жақшынан сыртынан шығарып жіберейік. Сонда М1 ел плюс 2 М2 ел минус В болды. Тағы жақшақ жазып қойық. Сонда бұл біздің сегізінші теңдеу болды болар. Сегізінші теңдеу. Басымен аян біріктері бір жазып жіберейік. Сіздерге түсінікті болу үшін F ел тең болады Ж бөлінген 2 М1 ел плюс 2 М2 ел минус В. Бұл біздің 9-шы теңдеу. Енді осы жерден балар F2-ні өріктеп шығарып алуымызға болады ғой. F2 тең болады Ж бөлінген 2 ел деп жазсаңызға болады. 2 ел. Жақшаның ішінде М1 ел плюс 2 М2 ел минус В деп жазып қойымызға болады екен. Енді арғырта есеппей салайық балар. F2 тең болады 10 ньютон бөлінген килограмм 2 көтілген 5 метр деп жазып қойық. Жақшаның ішінде бізде 200 килограмм 200 килограмм көтілген 5 метр қосу 2-ге 2 көтілген 250 килограмм. Енді балар 5 метрден
3 метрді аламыз, сонда 1-2 метр деп жазсырақшы балар. 2 метр қышамдап. Яғни метрлер жақшан сыртына шығып қысқарды, килограмм жақшан сыртына шығып қысқарды, ньютон қалды. Қорытып шығарған формуламыз дұрыс. 10 мен қысқарды. Сонда бұл жерде 1500 2000 болды ғой бала. Сонда 2000 ньютон болды жауап. Сонда 2000 ньютон. Яғни F2-міз 2 килоньютон болды. Енді F1-ді табайық. Яғни дене тынышта тұрса, онда күштерге арналған тепеден күштерге арналған формула жазамыз. Барлық күштер қосылса 0-ге тең. Яғни ой күргесін жоғары қарата бағыттайтын болса, онда F1 қосу F2 тең болады M1G плюс M2G болады балар. Бірден жазсайық. Бұл 11-ші теңдегі болсын. 11. Осыған F1-ді табайық. F1 тең болады. Бірінші тірекке әсер еткен қысым күші балар. G M1 плюс M2 минус F2 деген осындай қорытқы формуламыз шықты. Орна қойық балар. F1 10 ньютон бөлінген килограмм. Көбейту жақшан ішінде 200 килограмм. Қосу 250 килограмм. 50 килограмм. Алу бізде 2000 ньютон. 2000 ньютон. Ауызша шығарып жіберейікші балар. 450, 4500, 4500-тен 2000-ді алсақ, онда бізде 2500 болады екен. 2500 ньютон. Бірлігін шығарып жіберейік балар. Килограмм мен килограмм қысқарды. Яғни F1-іміз 2500 ньютон болды. Тіреуге түсіп тұрған қысым күші. Жауабы. Сонымен бірінші тіреуге түсіп тұрған қысым күші F1 2,5 килоньютон болды. Ал F2-міз 2 килоньютон болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.